Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Аймаханова Марал Мұратқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мата мен жұмыс, жұмсақ ойыншықтар тігу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға әртүрлі матаның қоғамдағы маңызы мен рөлі туралы түсініктерін кеңейту. Матамен жұмыс істеу барысында қалдық маталардан қажетті бұйымдар жасап үйрену. Оқушыларды шеберлікке, ұқыптылыққа, талғампаздыққа тәрбиелеу. Жұмысымызды бастамас бұрын техникалық қауіпсіздік ережелерімен таныс болыңыздар. Ине және тереуішпен жұмыс істеген кезде оймақ киіп тігіңдер. Ине мен тереуішті арнаулы жерде сақтаңдар. Жұмыс барысында пайдаланылатын ине мен тереуіштің санын білу, жұмыс соңында оларды қайта санау керек. Ине тереуішті ауызға салуға болмайды. Тот басқан, қисайған, өтпейтін инемен тігуге болмайды. Жағаға, киімге, тағы басқа жерлерге инені қадауға болмайды. Инені тереуішті үшкір жағымен қадау керек. Сынған ине мен тереуіштердің бөлшектерін жинап, мұғалімге тапсыру керек. Қайшымен жұмыс істеген кезде қайшыны белгілі бір жерде, яғни қорапта ұстау керек. Оның жүзін өзіңе сырт қаратып қойыңдар. Біреуге бергенде лақтырмай, аузын жауып беру керек. Тігін машинасымен жұмыс істеген кезде шашты жинап, жеңді қайыру керек. Жұмысқа кірісуден бұрын машина платформасындағы қажет емес заттарды тазалап, оның аяғының нық тұрғанына, инелерінің дұрыс орналасқандығына көз жеткізу керек. Машина жұмыс істеп тұрғанда машинаның қозғалып тұрған бөлшектеріне жақын еңкеюге болмайды. Қол саусақтарын машинаның табаны мен инеге жақындатпау керек. Тігер алдында тігіс жолын, ине немесе тереуіш жоқтығын тексеру керек. Жұмыс үстінде тігіп отырған оқушыларды алаңдатуға, олар арқылы заттарды беруге болмайды. Көзбен жұмыс үстеліне дейінгі ара қашықтық 30-40 см болу керек. Бүгінгі біздің жұмысымызға керекті құрал жабдықтар. Бүгін біз ойыншықты шұлықтан және сүлгіден жасайтын боламыз. Ол үшін бізге шұлық, сүлгі, қайшы, ыстық желім және шеңбер пішіндер керек, фетр матасы керек және ұсақ моншақтар, ине мен жіп. Ішіне салуға синтефон немесе мақта керек. Алдымен жұмысымызды шұлықтан бастаймыз. Жұмысты бастамас бұрын шұлығымызды теріс айналдырып, екі жағынан кесіп аламыз. Төрт жағынан тігіп алдық. Қолменен енді ортасынан кішкене тесіп, оң қаратып айналдырамыз.
Бұл біздің мысығымыздың негізгі бөлігі, аяғы және қолы. Бұның ішін енді синтефонмен толтырамыз. Бұйымымыздың ішін синтефонмен толтырып аламыз. Және мына жері қолменен тігіп, көрсетпей тігеміз. Келесі шұлығымыздан ойыншығымыздың басын тігетін боламыз. Шұлығымызды алдымен теріс айналдырып, мына жерден екі құлағын қалдырып, бұйымымыздың басын дайындап аламыз. Шұлығымыздың басы дайын болды. Енді ішіне синтефонмен толтырамыз. Енді денесіне орналастырып, айналдырып тігіп шығамыз. Қалған қалдығынан құйрығын жасап, оны да айналдырып тігеміз. Матасынан ойыншығымыздың көзін дайындап алдық. Енді осы көзді ыстық желім арқылы жапсырамыз. Келесі бұйымымызды, ойыншығымызды жасау үшін бізге шағын сүлгі керек, және үлкен пішінді өлшеп кесіп дайындап аламыз. Қиып алдық бұйымымызды, енді айналдыра көктеп тігіп шығамыз. Бірінші шеңберіміздің ішін айналдыра тігіп, енді синтефонмен ішін толтырамыз. Ойыншықтарымыздың бөлшектерін дайындап алдық. Енді бір-біріне қосып, айналдырып тігіп шығамыз. Матамыздың қалған бөлшектерінен балапанның құйрығын, екі қанатын жасаймыз. Балапанның қанаттарын дайындап алдық. Енді инемен тігіп шығамыз. Балапанның айдары, екі аяғы, тұмсығы дайын болды. Енді ыстық желім арқылы жапсырып шығамыз. Мінекей балалар, балапанымыздың көзін, тұмсығын, айдарын, аяғын жапсырып алдық. Балапанымыз дайын болды. Мінекей балалар, бүгін біз шұлықтан және сүлгіден мынандай жұмсақ ойыншықтар дайындадық. Бұл үй жағдайында табиғи, ешқандай зияны жоқ ойыншықтар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.